Блок түсіреміз деп нифига түсірмегенсің ғой. Бүгін, короче, менің смотровая площадкасына дамба, Чолан көлі, короче, олар өздерінің ауыз сумен қамтамасыз ету үшін жасаған. Яғни қолдан жасалған, былай айтсақ, біздің Қазақстанда Қапшағай, Көлсай, Қайындыкөл барлығына қосындысы ғой. Соның бәрі сипаттамасы десек те болады. Енді аумағы, ұзындығы 60 километрге дейін ұзын. Әр түрлі нелерден жасалған. Ес көрсетеміз. Мына жерде көл. Бізде. Бізде электр станциясы бар екен. Мынау көл шығып. Көл ғой енді. Река, өзен. Ошеше тек. Сонша неткен. Біз еще орыс тілін үйреніп отырмыз. Осы жаққа келіп үйреніп отырмыз. Озеро деген бізде ол көл екен. Река деген ол өзен екен. Озеро деген оз деп өзен бе? Өзен. Міне орыс тілін естіп үйрену керек. Түсіндіңіздер ме? Осындай Чолан деген. Табиғатын айтатын болсақ, айта алмадым ме? Біз ананың артынан келдік. Ана жақта келдік. Ана бәрін көріп келдік. Мына таулары да бір ерекше, несі де ерекше. Түсіну керек еді. Оны кеше деп қазір түсіріп жатырық енді. Негізі зор, керемет табиғат аясында. Түсіре бастадық. Бүгін түсіріп жалғастыратын боламыз.